Дәл осылай қытырлақ болып шығатын қаттаманың рецептімен бөлісетін боламын. Егер де менің видеом сізге қызық болса, видеомды соңына дейін қарап, жоғалта алмас үшін каналыма тіркеліп алды және қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыз. Алдымен мұздай суымыздың үстінен тұзымызды, аздап қана дрожжымызды және аздап қана сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып, үстінен ұнымызды салып, жақсылап қамыр етіп елеп алатын боламыз. Достар, керекті заттардың құрам массаларының барлығын осы видеоның төменгі жағында описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарап жасап көріңіздер. Дәл осылай қамырымызды дайындап алғаннан кейін осындай аздап қана бөліктерге бөліп зубала жасап аламыз. Менде 4 зубала қамыр дайындап алдым. Енді арасына жағу үшін мен майларды, соғымнан келген майларды шыжғырып алып, соның майын алып, осы майды ерітіп, оның үстінен аздап қана сұйық майымды қосып жіберемін де, дәл осы майды қамырларының арасына жағамын. Сонда қаттамаларыңыздың дәмі өте тәтті болып шығады. Сіздер де солай жасап көріңіздер. Дәл осылай ұн сеуе отырып, тынған қамырларымызды екі бөлікке бөліп осылай жайып алғаннан кейін, жаңағы ерітілген майымызды арасына жағып, екінші қамырды дәл осылай үстінен төсеп бір-біріне жабыстырып аламын. Содан кейін үстінен тағы аздап қана сұйық майымды құйып, дәл видеода көрсетілгендей етіп кесіп, дәл видеодағыдай етіп орап аламыз. Сонда біздің қамырларымыз, қаттамамыздың арасы слой-слой болып шығатын болады. Сосын табамызда қызып тұрған табаға аздап қана майымызды құйып, екі бетін қызарта отырып пісіретін боламыз. Менің қаттаманы дәл осылай жасаймын. Өз қалауларыңыз бойынша арасына көкпияз салып жасасаңыздар болады. Мен үйде көкпияз болмағаннан кейін дәл осылай жасап, заморозка жасауға қойсаңыздар да болады, не болмаса жайып заморозка етсеңіздер де болады. Дәл осылай қаттамам дайын болып шығады. Видеом пайдалы болған болса, тіркеліп алып достарыңызбен бөлісіңіз.